Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет. Нью-Йорктегі жаңадан ашылған дүкен жайлы естулерің бар ма? Онда барып өздеріне кию сатып алсаңдар болады. Бұл дүкенге әрбір әйел адам өмірінде бір-ақ рет кіреді. Дүкен 6 қабаттан тұрады. Кез келген қабаттан кию таңдап алуыңызға болады. Жоғары қабаттарға шыққан соң қайтадан төменгі қабатқа түссеңіз таңдау еркінен айырыласыз. Дүкеннің мынадай жарнамасына еліккен бір әйел бағымды сынайын деп дүкеннің босағасынан аттайды. Әйел бірінші қабаттағы кіреберіс есіктен жұмысы бар жақсы еркек деген жазуды оқып, сәл аялдайды да, нәпсісі қозып екінші қабатқа өрлейді. Екінші қабаттағы кіреберісте жұмысы бар балажан еркек деген жазуды оқиды. Мүмкін бұдан да жақсысы бар шығар деп әйел үшінші қабатқа көтеріледі. Үшінші қабаттың кіреберісінде мұнда жұмыс орны бар балажан келбетті азамат деген жазуды оқиды. Тұла бойы толқып алқынған әйел үшінші қабаттың жақтауына сүйеніп тұрып, асқан ынтықпен төртінші қабатқа қарайды. Сөйтіп оған да көтеріледі. Дүкеннің төртінші қабатының кіреберісінде тұрақты жұмысы бар балажан келбетті, үй шаруасына да икемді, пысық, жігерлі жігіт деп жазылыпты. Қабаттан қабатқа көтерілген сайын нәпсісі ойнап басы айналып келе жатқан әйел. Не болса да осы жігітті көрейін деп өз-өзіне келіп сәл тосылады да. 5-ші қабатқа зор үмітпен тағы қарайды. Бір басып оған да көтеріледі. Бұл қабаттың кіреберісіне жұмыс орны бар балажан, мықты, жігерлі, ердің ері, әйелге мейірбан, иманды азамат деп бадырайтып тұрып жазыпты. Әйелдің тізесі дірілдеп, осыған тоқтасам ба екен деп, бір күліп, бір жымиып әлсін күрсініп көп тұрады. Бір мезетте нәпсі жоғарылаған сайын жігіттің де кереметін кезіктіріп келесің, тәуекел, соңына дейін көр деп сыбыр еткендей болады. Сонымен арманның асау толқыны тербеген әйел соңғы қабаттың баспалдағына ептеп аяқ салады. Ақ маңдайы жарқ етіп, 6-шы қабатқа көтерілген әйел кіреберістегі жазуды оқып, сілейіп тұрып қалады. Алдындағы тақтада сіз бұл дүкеннің 31.456 клиентісіз. Бұл жерде ешқандай еркек жоқ. Бұл қабат әйелдерге ешқашан ештеңе жақпайтынын дәлелдеу үшін салынған еді. Келгеніңізге алғыс айтамыз деп жазылған. Мотивацияға толы видеоларды жоғалтып алмау үшін каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Рахмет.